Сәлем достар, 400 МРП грантына қатысу үшін бизнес планды қалай аламыз және оны қалай дұрыс жазамыз? Бизнес план жазудағы сіз жіберетін қателіктер туралы айтатын боламыз. Бізбен соңына дейін болыңыздар және маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Бизнес планды қайдан аламыз? Ол үшін біз еңбек бизнес KZ сайтына кіреміз. Осы жерде егер тіркелген болсаңыздар, регистрациядан өткен болсаңыздар, өздеріңіздің кабинеттеріңізге войти деп мына жерден кіресіздер. Мен уже кіріп қойғам. Міне осы жерде логин парольдеріңізді жазып кіресіздер, болмаса регистрациядан өтіп кіресіздер. Міне мой кабинет дегенге кіреміз. Оған кірген кезде міне мынау менің жеке кабинетім. Осы жерде ең алғаш міне бизнес планды қайдан аламыз? Міне бизнес план деген кнопканы басу арқылы осы жерде мен бір бизнес план тіркегенмін. Міне бизнес шаблон бизнес плана дейді. Міне шаблонын аламыз. Осыны бастап осыны скачать етеді. Скачать етіп ашып көреміз. Осы бизнес планды сіз ары қарай ішін өзіңіздің даныйларыңызбен толтыру арқылы жалғастырсаңыз болады. Міне бизнес жоспар бар жоғы 4-5 беттен тұрады. Алғашқы бетінде титулка, қай қаладан қатысып жатырсыз, соны жазасыз. Сосын бизнесіңіздің атауын жазасыз, өз аты жөніңізді жазасыз. Бірінші кестеде сіз өзіңіздің даныйларыңызды толтырасыз. Екінші және үшінші кестеге мақсатыңызды, үшіншіде мақсатқа осы жоба туралы қысқаша ақпарат жазасыз. Қысқа әрі нақты болу керек оларда. Ашық, бір оқығанда сіздің бизнесіңіз не жайлы екенін түсіне алатындай. Төртте, яғни бизнес жобаны іске асыру үшін қажетті тауарлар, қызметтердің тізбегі. Яғни сізге қандай тауарлар қажет, соны жазасыз, санын жазасыз, бағасын жазасыз. Нақты әрі толық болу керек. Сізге қандай құрал жабдықтар керек, толық тізімін жазып шығасыз, санын, бағасын. Мысалы, сіздің грантқа бөлінген 1.380.000 теңгеден асып кетіп, яғни 1,5 миллион теңге болса, сіз онда 1.380.000 гранттың бағасы, ал меншікті баға 120.000 теңге өз қалтамнан төлеймін деп ең соңғы графаға жазасыз. Сонымен бесте, яғни көрсетілген қызметтің түрлерін жазасыз. Сіз қандай қызмет көрсетесіз? Бизнес планыңыз бойынша сол қызметтің түрлерін жазасыз. Халыққа, мысалы, клиенттеріңізге қандай қызметтер бар, соларды жазасыз. Немесе товарларыңыз бар, соны жазасыз. Сосын оны қаншадан сатасыз, бағасын жазасыз. Сосын жоғарыда көрсетілген бағаларды ескере отырып, айына қанша табыс табасыз. Мына бағаларды ескере отырып, айына қанша табыс табасыз. Мына қызмет түрлерін қайтадан жазасыз, бағасын жазасыз. Сол товарды айына шамамен қанша штук сатамын деп отырсыз. Сол санын жазасыз, немесе қанша рет қызмет көрсетесіз сол бағыт бойынша күніне, жалпы айына шығарасыз. Сосын айлық табыс. Сізде сонда айына қанша теңге табыс табасыз, соны есептеп шамамен жазасыз. Жетінші, мұнда кіріс пен шығысты жазасыз. Кіріс, сізге осы товардан қанша теңге кіріс кірді, одан шығынды азайтасыз. Қандай шығыстарыңыз бар? Аренда алдыңыз, тағы басқа, осыларды шығыстарыңызды жазасыз. Сосын осыдан айырмасы сізге таза маржа дейді, қанша пайда қалды, соны жазасыз. Грант алған жылы қанша, келесі жылы қанша, одан кейінгі жылы қанша. 3 жылға шамамен жылдық табысыңызды жазасыз. Сосын оған жылдық табысыңызға кіріс, шығысыңызды жазасыз. Яғни бірінші жыл аздау шамамен болғанмен, келесі жылдар товар саны артады, көлем артады, сату жағы ұлғаяды деген секілді сәл жоғарылатып есептеп жазып шығасыз. Сонымен шығыстар мен кірістерге түсініктемелер берсеңіз болады. Қандай шығыстарыңыз бар, соны жазып қойсаңыз болады мұнда. Қандай шығыстарыңыз бар, қандай кірістер бар, өзіңіздің нақты шамалап жазсаңыз болады мұнда. Сосын нарықтағы жағдай және бәсекелестер. Сіздің ауданыңызда сізге бәсекес болатын қандай нелер бар, кәсіпкерлер бар. Соларды жазасыз, зерттейсіз, даныйларын жазасыз. Олар немен осы ұтып жатыр, сіз олардан не артықшылығыңыз бар, оны да өзіңіз анықтап алсаңыз өзіңізге жақсы. Сосын әлеуетті тұтынушыларды талдау, бұнда оқып, бәрін осыларды толтырып шығасыз. Яғни сіздің ауданыңызда айлық есептіш, орташа айлық қанша көрсеткіш, қандай тауарлар, қызметтер сіздің өнімдеріңізге, қызметтеріңізге бәсекелес болып табылады. Осыған ответ жазасыз. Міне осы графаларды толтырасыз. Сіздің қандай артықшылығыңыз бар, сіз қандай бағыттарды пайдалана отырып клиент шақырасыз деген секілді өзіңіз оқып, өзіңіз бизнес планыңызға келетін жауаптарды осында толтырып шығасыз. Сонымен бизнес план аяқталды. Енді осы бизнес планда көпшілік жіберетін 5 қателік жайлы айтатын боламыз.
бұл бизнес план жазғанда қандай 5 қателіктер жіберіп жатады. Мұнда сіз бизнес планыңызды, бизнесіңізді қайда? Мұнда жазасыз, адресін жазасыз, мұнда мекен жайын жазасыз. Сол кезде бизнесіңіз қай жерде орналасқан? Сіз қай жерде бизнесті жүргізесіз? Сол жүргізетін ауданыңызды, аймағыңызды, адресін толық жазғаныңыз дұрыс. Яғни сіз енді бизнес бастайын деп жатырсыз ба, арендаға жер аласыз, арендаға әлі алған жоқсыз, бірақ сіз бір мекемені көрдіңіз, барып сөйлестіңіз, айына қаншаға береді, сол адресті жазасыз. Егер мен ұтқан жағдайда осы адресте айына осынша теңгеге мен аламын деп нақты жазсаңыз, ол сізге плюс болады. Өйткені сіз енді алдын ала договор жасай алмайсыз, сондықтан сол аймақтың, яғни сол мекеменің егесімен келісіп, сұрап, даныларын жазып, ішінен фотоға, 1-2 фотоға түсіріп алсаңыз да тіпті керемет болады. Яғни бірінші қателік осы бизнес бастайтын мекемесін нақты жазбауы. Екіншіден, жобаның түсінікті болмауы. Дәл қазылар алдында сіз ұсынған жоба түсініксіз болуы мүмкін. Бағыттары айқын емес, мақсаты белгісіз болып жатады. Сол үшін сұрақтарға нақты жауап берген дұрыс. Сізге қандай сұрақ қояды, тақылдап, тоқтамай нақты жауап болуы шарт. Яғни сіз бұл бизнес планды жақсылап дайындауыңыз керек. Сосын керекті заттардың маркасын, яғни сіз мұнда керекті заттарды жазасыз, қандай тауарлар тізбегін жазыңыз. Нақты қандай маркада аласыз? Сіз іздеңіз, сату KZ-тен іздеңіз, OLX емес, енді жаңа заттар алу керек, интернеттен, Google'дан іздеңіз, Каспий магазиннен іздеңіз, скриндап алыңыз сол товарды, қандай маркасы, именно қандай объем, бүкіл даныйларын, нақты атауын жазған кезде Samsung, мысалы телевизор LG, Samsung, объем осындай, саны неше, біреу, бағасы қанша, скриндап алдыңыз ғой, сіз Каспийде мысалы бағасы тұр 120 мың теңге или 220 мың теңге, барлық сомасы ол кейін соңында есептеледі. Міне осы жерде саны, бағасы үшеуінде нақты көрсетіп жазғаныңыз дұрыс. Сосын үшінші қателік, мына бизнес жобаның мақсаты анық болмауы. Мына мақсатын оқыған кезде уже түсінікті болу керек. Сіз немен айналысасыз? Сіз не жетістікке жетесіз? Ол кішкене түсініксіз, қысқалау болып тұрса, мынау толықтырып жіберу керек. Жоба туралы қысқаша ақпарат. Мынау толықтырып. Осыны оқыған кезде нақты түсіне алу керек. Любой адам түсіне алу керек. Яғни ол сізге ғана түсінікті болып қалмау керек. Ашық, анық қылып жазғаныңыз дұрыс. Сонымен төртінші қателік, бесінші қателік уже. Жаңағы төртінші қателік болды, енді бесінші қателік, дайын бизнес планды оқымау. Яғни сіз біреуге жаздырттыңыз, бірақ сіз оны алып бару керек екен деп қорғауға просто так алып бара салуға болмайды. Сіз бұны дайындалуға бір 10-15 минут уақытыңыз, бір жарты сағат уақытыңыз кетер. Жақсылап түсініп оқып алыңыз, жаңағы бүкілін дайындап алыңыз, сұрақтарға жауап дайындап алыңыз, өзіңіз тақылдап, өзіңіз бір түсіндіре алу керек боласыз. Яғни сіз жобам тақырыбы осындай, мақсаты осындай, мен осындай заттар аламын, міне неден Каспий KZ-тен көрдім, или сату KZ-тен көрдім, бағасы осындай тұрады екен, түрі осындай, керек болса фотосын шығарып алыңыз, сосын қандай қызметтер, мен андай қызметтер көрсетем, бағасы осындай, маржа осындай қалады, бірінші жыл осындай, шығын осындай, мен адресті осылай таңдадым деп, міне нақты адрес, мен келісіп келдім, егер мен ұтқан жағдайда мен осы адресті осынша теңгеге арендовать етемін деген сияқты, осылай нақты жауап беріп отырсаңыз, сіздің бизнес планыңыз ұтады. Яғни сіз ешкімге ешқандай ақша бермей, ешкімге дайындатқызбай, өзіңіз осы бизнес планды дайындап алу арқылы сіз бизнес планды ұтасыз. Яғни бұл бизнес планды дайындап қоясыз, жоба, яғни келесі поток ашылған уақытта жаңағы шаблон деп бастық қой, сол жерде бизнес планды тіркеу деген батырманы басу арқылы тіркеп, астында өтініш деген бар, сол өтінішті басу арқылы жібересіз, болды. Сізге телефон номеріңізге сообщение келеді, мынандай адреске келіңіз, қорғаңыз осындай уақытта дейді. Сол кезде осылай тақылдап барып қорғап келсеңіз, сіз ұтасыз. Ал сіздерге сәттілік, пайдалы ақпарат үшін маған тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер, қандай керемет. Сау саламатта болыңыздар.